Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге қолтықтағы жағымсыз иісті кетірудің оңай жолдары жайлы айтатын боламын. Міндетті түрде арнаға жазылып, пікір білдіре отырыңыздар. Қолтықтағы жағымсыз иісті кетірудің бірнеше тиімді жолдары бар. Міне олар. 1. Гигиена сақтау. Қолтықтың иісі көбінесе тер мен бактериялардың жиналуы салдарынан пайда болады. Сондықтан күнделікті душ қабылдау немесе қолтықты таза ұстау маңызды. Таза киім кию, күніне бірнеше рет киім ауыстыру тер мен бактериялардың таралуын азайтады. Қолтықты жақсылап жуу, сабын мен суды қолданып, қолтықты жақсылап жуу керек. Бұл тер мен бактерияларды кетіреді. 2. Антиперспирант қолдану. Антиперспирант терлеуді тежеп, жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермейді. Оны таңертең қолтыққа қолданған дұрыс. Кейбір антиперспиранттар құрамында иісті жоятын қосылыстар болады. 3. Табиғи дезодоранттар. Қолтықтағы жағымсыз иісті кетіруге арналған табиғи әдістер. Сода мен су, қолтықтағы теріге сода себу арқылы оның қышқылдығын қалыпқа келтіріп, иісті кетіруге болады. Сірке суы да бактерияларды жояды және қолтықтағы иісті басады. Оны сумен араластырып қолданыңыз. Лаванда немесе шай ағашының майы, бұл эфир майлары терге жағымды әсер етеді және жағымсыз иістерді жояды. 4. Қолтық терісін тазарту. Қолтық терісін қырып немесе эпиляция жасап, терінің қалдықтарынан арылту да жағымсыз иісті болдырмаудың тиімді жолы. Бұл теріде бактериялардың жиналуын азайтады. 5. Диета мен тамақтану. Дұрыс тамақтануда қолтықтағы иісті азайтуға көмектеседі. Сұйықтықты көп ішу, су көп ішкен сайын ағза токсиндерден арылып, теріде жағымсыз иістер пайда болмайды. Жасыл көкөністер мен жемістер, бұл тағамдар ағзаны тазартуға көмектеседі және тердің жағымсыз иістерін болдырмайды. Шай мен кофе тұтынуды шектеу. Кофе мен өткір тағамдар қолтықтағы терлеуді күшейтіп, иісті арттыруы мүмкін. 6. Табиғи киімдер кию. Табиғи маталар, жүн, мақта, синтетикалық маталарға қарағанда терге жақсы әсер етеді. Олар терді сіңіріп, терінің демалуына мүмкіндік береді. Осылайша терлеуді азайтып, жағымсыз иістерді болдырмауға көмектеседі. 7. Қолтық терісіне арналған маскалар. Бал мен лимон маскасы. Бал мен лимонды араластырып, қолтық терісіне жағып 10-15 минуттан кейін жуыңыз. Бұл табиғи антисептик ретінде жұмыс істейді. Алоэ вера гелі. Алоэ вера теріні жұмсартып, бактерияларды жояды. 8. Медициналық әдістер. Егер жоғарыда аталған әдістер нәтиже бермесе, дәрігерге барып кеңес алу керек. Кейде бұл мәселе медициналық жағдайлармен байланысты болуы мүмкін, мысалы, гипергидроз. Қолтықтағы жағымсыз иісті кетіру үшін жеке гигиена, дұрыс тамақтану және табиғи өнімдер мен емдеу әдістерін қолдануға болады. Егер мәселе шешілмесе, кәсіби көмек сұраған жөн. Қолтықтағы жағымсыз иісті кетіру үшін қолдануға болатын қосымша әдістер мен кеңестер. 1. Қолтық терісін тазартудың маңызды әдістері. Қолтықты жиі жуу. Әрбір душ қабылдаған сайын қолтықты жақсылап жуу керек. Бұл теріде жиналған тер мен бактерияларды кетіреді, иістің алдын алады. Эксперимент жасаңыз, әртүрлі сабын мен гельдер қолданып көру арқылы өз теріңізге ең тиімдісін табуға болады. Күніне 2 рет жууға кеңес беріледі. 2. Қолтықтағы иіс үшін үйдегі табиғи құралдар. Тамақ содасы. Сода табиғи дезодорант болып табылады және терлеуді тежейді. Қолтыққа аз ғана сода сеуіп, 10 минуттай қалдырып, соңында жуыңыз. Лимон шырыны. Лимон құрамындағы қышқыл тері бетіндегі бактерияларды жояды. Лимонды тікелей қолтыққа сүртсеңіз, тері тазарып, жағымсыз иіс жойылады. Қалампыр немесе шай ағашының майы. Бұл эфир майлары күшті антибактериалды қасиетке ие және теріде жағымсыз иістің пайда болуына кедергі келтіреді. Әр 2-3 күнде қолтыққа бірнеше тамшы эфир майын жағыңыз. 3. Әр түрлі өнімдермен күтім жасау. Алоэ вера гелі. Алоэ вера теріні тыныштандырып, оның қалпына келуіне көмектеседі. Қолтық терісіне күніне бірнеше рет жағып, тері күтімін жасай аласыз. Кокос майы.
Кокос майы да табиғи антисептик болып табылады, терінің жұмсақ әрі ылғалдануына ықпал етеді. Кокос майын қолтыққа жағып 20 минуттан кейін жууға болады. 4. Дезодоранттар мен антиперспиранттарды дұрыс пайдалану. Табиғи дезодоранттар химиялық емес, табиғи негіздегі дезодоранттар таңдап көріңіз. Олар теріде жиналатын токсиндерді азайтады және қолтықтың терісімен иісін басады. Антиперспирант қолдану. Антиперспиранттар терлеуді тежеп, жағымсыз иісті болдырмайды. Олар қолданар алдында қолтық терісін таза және құрғақ етіп сүрту керек. 5. Салауатты өмір салтымен тамақтану. Тамақтану, пияз, сарымсақ, ащы тағамдар сияқты иіс шығаратын азық-түліктерден аулақ болыңыз. Олар термен бірге денеден шығатын иісті күшейтеді. Су ішуді көбейту. Күніне кемінде 2 литр су ішкенде ағза токсиндерден арылып, теріңіз жақсы жұмыс істейді. Кофе мен алкогольден аулақ болыңыз. Кофе мен алкоголь көп терлеуге әкеліп, терінің иісін күшейтеді. 6. Шаштың және терінің гигиенасы. Қолтық астындағы шашты қырып алу. Шаштың болуы терде тереңде жиналып, жағымсыз иістердің таралуына себеп болады. Қолтықтағы шашты жиі қырып немесе эпиляция жасауға болады. Тері күтіміне назар аудару, теріні құрғатпау және тазарту оның денсаулығына оң әсер етеді. Тұрақты түрде тері күтімін жасау арқылы жағымсыз иістерден арыла аласыз. 7. Жағымсыз иістермен күресудің медициналық әдістері. Гипергидроз, артық терлеу. Егер терлеу тым көп болса және жағымсыз иіс үнемі пайда болатын болса, гипергидрозды емдеу үшін дәрігерге қаралып, арнайы ем шаралар мен дәрілерді қолдануға болады. Ботулиндік токсин инъекциялары. Бұл әдіс терлеуді тоқтатып, терінің жағымсыз иісінен арылтуға көмектеседі. Лазерлік терапия. Лазерлік әдістер бездерінің жұмысын реттейді. Бұл терлеуді және жағымсыз иісті азайтуға көмектеседі. 8. Қолтықты табиғи тұрғыдан күту. Терінің тыныс алуын қамтамасыз ету. Қолтықты жиі жуу мен жақсы күтім жасау арқылы терінің тыныс алуын қамтамасыз ету керек. Табиғи маталардан киімдер кию де терінің дем алуына мүмкіндік береді. Қолтықтағы жағымсыз иісті кетіру үшін күнделікті гигиеналық шаралар мен табиғи өнімдерді қолдану маңызды. Сонымен қатар, дұрыс тамақтану мен өмір салтын сақтау да тері денсаулығына оң әсер етеді. Егер мәселе шешілмесе, дәрігерден кеңес алу қажет. Видео пайдалы болса, арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, оларда біліп жүрсін. Назарларыңызға рахмет.